Сәлем достар, бүгін біз медовые пряники дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ұнды салып, қатты сары майды салып, қолымыздың көмегімен ұнтақтаймыз. Ұнтағымыздың үстіне қантты, тұзды, қопсытқышты, жұмыртқамызды, балымызды салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Сосын қолымыздың көмегімен қолға сәл-сәл жабысатын қамыр илейміз. Дайын қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Қамырымыздан кішкене үзіп алып, домалақ шарик шығарып, шаригіміздің үстін кішкене басамыз да пряниктерді дайындаймыз. Пряниктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Раушан.